Сәлем балалар, бүгін біз сендермен бірге ең ерекше жануарларды зерттейміз. Мұндай жануарларды бұрын көрдіңдер ме? Кеттік. Аксолот – күлетін су тіршілік иесі. Бұл кішкентай амфибия судан ешқашан шықпайды. Оның денесі қайта қалпына келу қабілетіне ие. Тіпті қолы мен жүрегі зақымданса, оны қайта өсіріп шығады. Ай-ай, сиқырлы саусақтары бар жануар. Мадагаскарда өмір сүретін ерекше лемур. Оның ұзын ортаңғы саусағы ағаш қабығының астындағы жәндіктерді табуға көмектеседі. Нарвал – теңіздегі бір тұмсық. Бұл киттің маңдайында ұзын спираль тәрізді тісі бар. Ол сиқырлы мүйізге ұқсайды, сондықтан оны теңіз жалғызы деп те атайды. Сауропод бақа – күлетін бақа. Бұл бақа Үндістанның орманында өмір сүреді. Оның түсі ерекше, күлгін, ал денесі жер астында өмір сүруге бейімделген. Манта сәулесі – ұшатын балық. Бұл теңіз жануары суда құс сияқты қанаттарын жайып жүзіп жүреді. Оның үлкендігі 7 метрге дейін жетеді. Теңіз айдаһары – су асты әлемнің кереметі. Бұл теңіз балығы өсімдікке ұқсайтын дене бөліктермен жасырына алады. Квока – әлемдегі ең күлімсірейтін жануар деп аталады. Австралияда мекендейді. Окапи – зебраға ұқсайтын, бірақ жирафтың туысы болып саналатын ерекше жануар. Феник түлкісі – шөлде өмір сүретін өте үлкен құлақтары бар сүйкімді түлкі. Айдаһар балық – терең теңізде өмір сүретін жарқырайтын балық. Саусақ маймыл – өте үлкен көздері бар кішкентай примат. Панголин – қабыршақпен қапталған ерекше жануар. Мата-мата тасбақасы – жапыраққа ұқсайтын басы бар ерекше тасбақа. Жапон крабы – аяқтарының ұзындығы 3 метрге дейін жететін ең үлкен шаян. Маржандай сегізаяқ – құлаққа ұқсайтын қанаттары бар сүйкімді сегізаяқ. Міне балалар, біз әлемдегі ең ерекше жануарлармен таныстық. Сендерге қай жануар ұнады? Пікір жазыңдар. Келесі видеода қандай тақырыпты көргілерің келеді? Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар.